Sonra saat 4'te gelsin деп aytты. Saat 9'da bargan kişiге 4'kө дейін көшеге шықпай отырып қамады. Ол енді дозаққа түскен бірде баш жазылған жоқ. Сонымен бәріміз үштен аса бере жаңа пропускный пунктқа келдік. Бәріміз 15-16-да. Кіретін екеуміз ғой. Басқалар сыртта күтіп тұру керек. Дәу келе жатқанда мен ойлап келе жаттым. Патшалар шақырғанда обязательно бір нәрсе мен сыйлап жібереді. Өзі шақырса. Мен енді ойлап кетіп бара жатырмын енді, ай, бұның өзі шақырғысы кетіп бара жатырмын ғой мен. Бұны мен немен сыйлайды? Ол микрорайонда тұрады. 3 бөлмелі үйім бар. 2 бала бір қатынға жетеді. Мен өзім далада жүремін. Мен сіздерге айтайын деген қонай сағаттың несі біз кірсін дегенде бісміллә сөзі шамшы мен колхоздарда болам, совхоздарда болам. Мен барғаннан кейін шай береді, шай үстінде ән салады. Сонда сенің әніңді салады. Менде андысында бір қосылып қоятыным бар. Сосын өзіммен танысайыншы деп едім, көрейінші деп едім, жолығайын деп едім, сөйтіп шақырып едім деді. Рахмет аға деді. Арақтап атын айтқан жоқ. Шәмші, сен ана мәселені доғаруың керек. Ана нәрсені доғаруың керек деді. Мақұл аға деді. Қонайып айтты. Шәмші, маған арызың бар ма айтатын деді. Жоқ, арызым жоқ. Шәмші, өтінішің бар ма? Жоқ, өтінішім жоқ. Осы шақырғаныңыз келді. Мысалы, сол кезде мен народный артист сөз қылып бересің, қылып береді қазір.